kızdı qada suyaman. Mama, men kızdı yaxshi ko'raman. Mama, men kızdı qada suyaman. Mama, men kızdı yaxshi ko'raman. Mama, men kızdı qada suyaman. Oh mama, oh mama, oy mama, oy mama, oh mama, yana шоуланы таптым любовь. Oh мама, я хочу с ней быть вновь и вновь. Ой мама, ой мама, ой мама, ой мама, сен барда жанымда, жаз келіп жаныма, күн шығып аспанда, сен болсаң жанымда. Oh мама, сезімімді қандай баға білдірем. Oh мама, күн сайын аны көріп үзілем. Oh мама, мен ол қызды жақсы көремін. Oh мама, мен ол қызды қайта сүйемін. Oh мама, мен ол қызды жақсы көремін. Oh мама, мен ол қызды қайта сүйемін. Жетелейін сені күнде күлді, түбілікі бәлкім сені берді. Сені менің бәрі болған кезде, сүйінемін жеттім осылым еште. Oh мама, мен жеттім қиялыма. Oh мама, боламын мен ғана менің дайыма. Ой мама, я влюблен как папа. Ой мама, жан моя, жизнь моя. Ой мама, ой. Сәлем достар, қалайсыздар? Менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Жаңадан қосылып отырсаңыздар келіп кетіңіз, және де менің бүгінгі влогыма тағы қош келдіңіз. Бүгін ақпанның 7-сі. Ал мен сіздерге қазір түсіндірейін, мен не жазып отырмын. Бұл менде, яғни азанда тұрған кезде Аллаға шүкіршілік дәптері, яғни шүкіршілік дәптері деп атайды. Естіген шығарсыздар. Мен күн сайын осылай кішкене ғана болса да жазуға тырысамын. Және де сіздерге де кеңес беремін, өте күшті, жақсы сезініп қаласыздар. Аллаға шүкір, мен ояндым, Аллаға шүкір, мен бақыттымын, Аллаға шүкір, менің денім сау деп жазсаңыздар, өздеріңізде рахаттанып сезіне бастайсыз. Және де мен азанда тұрған кезде жоспар құрамын. Менің жай сөйлеп жатқан себебім ұйықтап жатыр қазір басқа адамдар, сол себепті. Ал мынау менің жоспар құратын дәптерім. Бүгін демалыс болғаннан кейін көп жоспар құрмаймын. Тек қана қыдыру, демалыс, кәдімгідей демалыс ретінде арнаймын. Сол себепті влог бастауды шештім. Біз қазір романтик деген жаңадан ашылып жатқан, қалай? Не дейді? Магазинге ма? Магазинге келдік. Вот шешем. Мұнда жаңа бүліктер келеді, яғни жұбайымен бірге соған алдым. Вот мына жақта гүлдер жасалып күшті кемші. Нормально. Ты... Да. Можешь так. Камиль.
Ендеше қараңыз. Қарасаңызшы. Я, вот эта девушка, колонка, сцена, в общем, все для вас. Готовы зажигать? Еще, это вы, молодцы, чистые! Класс! А, как всегда. Класс! Ендеше қара. Смотрите, все хотят. Үшін тамақшы едік. Менде лағман, кешеде күрішпен Отпечатки снимите монет. груд с рисом. Жирно? Менде фейн. Біз шығып бара жатырмыз, тамақ іштік, шайымызды іштік. Красотка, билейсің бе тик-токта, айтшы жігітің жоқ па, салдың ғой мені отқа. Моя красотка, билейсің бе тик-токта, айтшы жігіт. Біз бағана, яғни магазиннің ашылуынан келдік. Сіздерге видеоларды, қазіргі алдыңғы видеоларды көрген шығарсыздар, және де сол жақта негізгі жиналу себебіміз біріншіден магазиннің ашылуы, екіншіден жанаблюфтер, яғни осы инстаграмда ең атақты жанаблюфтер, олар ойын ойнатпақшы болды. Ол ойында машина, сотка, яғни iPhone 12, Apple Watch және де AirPods'ты ойнатамыз деп айтқан болатын. Және де ол жаққа барған адамдар саны өте көп. Және де олардың адамдардың көбіне байланысты милиция келді, скорый келді. Себебі сағат 2-де болмай жатып, 1 сағат бұрын адамдар уже жинала бастады. Толып тұрды, прям жолға дейін толып тұрды. Және де сағат 2 болды, жанаблюфтер келді. Жанаблюфті вообще ортаға шығарған жоқ. До того ана жерде жанаблюф қысылып қалды, біз де қысылып қалдық. Сонымен басында тұрған адам, біз аяғына кетіп қалдық. Құр босқа қысылғанша давай кеттік дедік. Сонымен шығып кеттік. Арғай ең соңына бірақ жолдың шеті жоқ, вообще жолдың шеті жоқ, шыға алмайсың. Ал кейбір осы жанаблюф келгеннен сағат 2-де келгеннен кейін сол кезден басталды у-шу, ығу, жығу, бір-бірін итеру, сондайлар болды. Енді сол кезде бір апа талып қалды деді, бір ата-ана баласын жоғалтты деді, сосын одан кейін аппарат үзілді деді. В общем, сондай бір шумный болды. Содан кейін ойын да ойнатпады, ештеңе болған жоқ. Не бір кезде айтты, историяға саламыз, нөмірге звондайсың деді, бірақ история түгілі сет те жоқ, андай адам болып сет болған жоқ. Сондай бір әпше қиын сондай болды. Просто адамдар көп болған, соткалар жақын болғаннан сет вообще тартпай қалды. Сол жерде кейіннен енді сағат уже 3-терге таман 1 сағатты шулады, улады, шықты, әрен шықтық біз. Сол кезде жанаблюфті РОВД-ға алып кетіпті. Оның әлі хабарын білмейміз. Оны көреміз. Енді мен видеоға түсірем ба деп ойлағам. Мен екінші рет көруім, негізі шынайы өмірде көрдім, бірақ видеоға түсіріп үлгермедім, себебі ол жерде түсіру мүмкін емес, бір-бірін итеріп жатқаннан кейін. Сонда енді қазір етем. Көреміз енді жаңалықтарды. Қазір өзі жаңалыққа да шығып кетіпті, интернетте жүр. Бұл митинг деп ойлаған, негізгі бұл
митинг емес, яғни магазиннің ашылуы, бір жағынан приз ойнату, яғни призде барлығы тегін түрде, ешкімге тіркелмейсің, еще қонжықтар таратты, билетті, ойнатты, сондай қызықты болды. Және де қазір енді просто так отырмын, инстаграмды көремін, Жанабаевтың жағдайы қалай екен, бірақ оған ешқандай жамандық тілемеймін, себебі ол бұлай болады деп ойламады, өзі шоке, вообще өзі негізгі ұялшақ, вообще сөйлемейді, сондай историяда шулап, позитивный, сондай жігіт болғанымен шынайы өмірде өте ұялшақ, тұйық, сөйлемейтін, сондай жігіт. Сол себепті мен оны түсінем, потому что мен көрдім да онымен, сосын ол кезде бір 30 адамдай ғана болғанның өзінде де ол ұялшақ, ешқандай сөйлемейтін, ал аншама қалай, яғни ол жерде бір 5 мыңнан аса ма, 10 мыңға тақау ма, сондай адамдар болды, бір-бірін прикол ұстап, еще митинг жасап жүрейік, еще бір-бірін итерейік, давай кеттік деп, сондай бір түрлі сөздер шықты ол кезде, вообще күлкім келеді. Сондай, бүгінгі жағдай осылай болды. Мен бүгінгі влогым вообще күшті болады, бір жаңалық болады деп бастаған болатынмын. Ничего страшного, зато сіздерге осы жаңалықты мен айтып отырмын. Мен өте қуаныштымын. Менің видеомды сондай дейін көргендеріңізге рахмет. Менің влогым қысқа да нұсқа болды. Сол себепті келесі влогта бұдан да көп түсіруге тырысамын, және де Жанабаевтың жағдайын сіздерге айтатын боламын деп айтқан болатынмын. Ол Жанабаевтың жағдайы, яғни оны ровдыға алып кетті, оған только штраф салды, түрмеге қамаған жоқ, көбісі айтып жатыр, түрмеге қамады, 3 ай мерзімде болады, және де осынша адамды жинады, карантинде бүйтті, сөйтті деп барлығын кінәлап жасаған болатын, бірақ олай болған жоқ, оны шын былай көзбен көрген кезде ғана айтуға болады. Ешқандай ешнәрсені көрмей жатып, елдер айтып жатыр. Оған өте қапалымын, себебі просто так хайп үшін, өздерінің YouTube каналдарын дамыту үшін, немесе Инстаграмды дамыту үшін белгілі бір ақпараттар керісінше бұрмалап айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Оған ешқандай түрмеге қамау деген болған жоқ, тек қана штраф салынды. Келесі жолы осындай адам жинауға рұқсат етілмейді. Және де ойыны онлайн түрде өткізілді кеше ғана, яғни бүгінгі күнмен 9 ақпан күні түнгі 1-де, яғни 8 ақпанның 9 ақпанға қараған күні түнгі сағат 1-де ойыны ойнатты. Ойынның жеңімпаздары анықталып, оларға енді машина соткаларын беретін болады. Сол себепті менің видеом ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше менің инстаграмы тіркеліп кетіңіздер. Жолдайтал, готовна, вот, давайте.